ТикТокта қалай просмотр жинаймыз? Осы сұрақтарды маған адамдар көп қойып кетті, сондықтан осы сұраққа мен жауап берейін. Менің опытым бойынша, менің тәжірибем бойынша, қазір ТикТокта қазақ тілі дефицит. То есть, қазақ тілде видео түсірсеңдер, сендерде просмотр көп болады. Мен оның өзім көзіммен қалай жетті? Мен ең басында өзімнің бірінші тиктогымда орысша түсіріп жүрдім видеоларды. И сол видеоларды орысша түсіріп жүргенде мен ойладым ең басында, мені орысша түсірсе, мен қазақтарда, орыстарда көреді ғой, русскоязычный аудитория көп қой деп. Оказывается, ол заблуждение болыпты менде. Неге? Өйткені тиктоктың алгоритмдары бұл жерде. Тиктоктың алгоритмдары басқаша жұмыс істейді ютубтан қарағанда. Сен тиктокта видео түсіргенде Қазақстанда отырып, сенің өзіңнің телефонмен қазақстанский IP адрес қой сенде. Қазақстанда отырып, сен видео түсірсең, сенің видеоңды тикток Қазақстанға көрсетеді, Қазақстанға показ жасайды. В общем, в первую очередь, жаңағы қай елде тұрсын, сол елде сенің видеоларыңды көрсетеді. Мен өзім лично сол теорияны тексерем деп, жаңағындай орысша түсіріп жүрген видеоларымды, тематикасын, мысалы мотивация, психология туралы видеолар, дәл сол видеоларды мен қазақша түсіргенде, сол именно қазақстанский тиктогымда менің видеоларым 20-30 есе көп просмотр жинады. Дәл сол тематика, дәл сондай тегтармен, то есть ана жерде орысша тегтар болды, мына жерде дәл сондай, бірақ та қазақша тегтар болды. Міне сендерге живое доказательство. Сондықтан сендер пока что конкуренция аз болып тұрғанда, кім мені тыңдап жатыр? Пока что қазақстанский контентқа конкуренция аз болып тұрғанда, осы қазақстанский тиктокқа кіріп алыңдар. Және де өте маңызды нәрсе, видеоларыңды жіберіп жатқанда тег қойыңдар. То есть сендер қазақша видео түсіресіңдер ғой, соған қазақша тегтар қойыңдар. Бұл өте маңызды. Тегтар қойғанда, именно тематический тегтар қойыңдар. Мысалы, бір затқа түсіріп, бір тематикаға түсіріп жатсаң, сендердің тегтарың сол тематикаға сай болу керек, мысалы. И сосын видеоларыңа значок қойыңдар, интересный значок, кликабельный. Өйткені адамдар сендердің тикток басқа видеодан келіп, және тиктоктарыңа кіреді ғой, страницаларыңа. Сол кезде жаңағындай қарағанда, чтобы жаңағындай значоктар интересный болса, соған адамдар көп кликать етеді. Көп кликать етсеңіз, көп просмотр болады. Достар, тағы да басқа пайдалы ақпараттар алғыларың келсе, менің инстаграм парақшама тіркеліп кетіңдер.